Бауырымның баласы күйеуімнен. Бәріне көнсем де мұныңызға көнбеймін. Олай айта көрмеңіз. Бұл мүмкін емес жағдай ғой. Әпкемнің орнына мен бе? Не деп тұрғаныңызды білесіз бе? Әпкем Айзада басқа жігітпен қашып кеткеніне мен кінәлімін бе? Оның орнына құда түсіп, той күні белгіленіп қойған жігітіне мен күйеуге тиюім керек пе? Менің тағдырыммен ойнап тұрсыз, анашым. Жазығым не? Мен де өз сүйгеніме қосылып, бақытты өмір сүргім келеді. Өгеймедім сізге. Неге мені қинауға құмарсыз? Мен де сіздің бір перзентіңізбін ғой. Өтінемін, райыңыздан қайтыңызшы. Деп тоқтаусыз төгілген көз жасыма қарамай, әкем мен анам мені мәжбүрлеп, әпкем Айзадаға құда түскен жандарға оп-оңай қия салып еді. Өйткені барлық рәсімдер жасалып, қалың малын алып, дүние жасауын жіберіп, той күні белгіленіп, пәленбай қонақ шақырып қойған екі жақта. Ал Айзада ұзату тойына бір күн қалғанда басқа жігітімен қашып кетті. Солай, сұлу әпкем екі жігітпен қатар жүретін. Жігіттің біреуіне тұрмысқа шығуға келісім беріп, той күні белгіленіп қойса да, бәрін сарсаңға салып, басқа жігітімен қашып кетті. Таң қалдым. Менен мейірімен жылуын аяйтын анамның сол кезде құбылған-ай. Сен бізге Құдайдың өзі бере салған. Жанымды жай таптырған ақылдым менің. Қызым, жағдайды түсінші. Ахмет жаман жігіт емес. Оның өзі де келісіп отыр. Әке шешесі де өте жақсы адамдар екен. Сені қор қылмайды. Анау ақмақ қыз өз бағын басынан тепкен айтамын да, сол бақ саған бұйырып тұрған шығар. Қызым, саған жамандық тілемейміз ғой. Ертең ұзату тойы, арғы күні құдалар жақта той. Қаншама шығын шығарып, қарызға баттық. 500 адамдай қонақ шақырып қойдық. Алыста тұратын қонақтардың алды жолда келе жатыр. Не деп айтамыз оларға? Құдалар ше? Әкеңнің давлениесі түспей жатыр. Масқара болдық қой, қызым. Бұл жағдайдан сен ғана құтқара аласың. Құтқар бізді. Деген анам бұрын соңды еш жерде болмаған мұндай масқаралықтан құтқаруымды өтініп жылай берді. Оның сөзін әкем қостады. Мұндай масқаралықтың ата-анамды мен құтқаруым керек екен. Құтқардым. Әпкеме ес-түссіз ғашық болған жігітке тұрмысқа шығып, сүйкімсіз әйел атану маған оңай соққан жоқ. Есім алсам, еріксіз көзіме жас айналады. Десе де, қиын күндердің бәрі қазір артта қалды. Мен қазір өзімнің 3 қабатты зәулім үйімде отбасымен бақытты өмір сүрудемін. Қаладағы бақуатты, сыйлы отбасылардың біріміз. Кәсіп көздерін ашып, талай адамды жұмыспен қамтып, алғыс арқалаған жандарымыз. Дәл қазір көмекшім дайындап әкелген кофені ұрттап қойып, бүгінгі мені толғандырған мәселемен сіздермен бөліспекшімін. Қалай айтсам екен? Бауырының баласы күйеуімнен ғой. Ең ауыр күндер артта қалса да, кейбір жағдайлар жаныма тыныштық берер емес. Бәрін басынан бастайыншы. Жағдайды кеңінен тарқатып, құпиямен бөлісіп, сіздерден кеңес алсам, жеңілдермін. Ендеше көз жүгіртіп, құлақ түріңіз. Есімімді әпкем Айзадаға ұқсатып, Нұрзада деп қойыпты. Негізі мені құрсақта кезде ұл болады деп күткен. Үміттерін ақтамай, қыз болып дүниеге келіппін. Есімде қалған сәттерден бастап баяндай берейін. Ең алғаш жанымда ауыртқан сәт, анамның басына салып қалуы. Шыжың бәле, үйдің бәрін састып біттің деп, шешемнің маған жек көре қараған көзқарасы әлі күнге көз алдымда. Одан кейін де мұндай ауыр сөздердің неше түрін естіттім. Бірақ сәби жүрегімде анамның сол кездегі бейнесі жатталып қалыпты. Дәл осы жағдай кейде еріксіз есіме түсе беретіндіктен айта кетуді де жөн көрдім. Есімімді әпкем Айзадаға ұқсатып қойғанмен, келбетіміз, болмысымыз мүлдем кереғар, қарама-қарсы еді. Әпкеме мүлдем ұқсамадым. Екеуміз екі әкеден туғандай, екі бөлек адамдармыз. Апалы сіңілі десе, ешкім сенбесті еді, әлі күнге дейін сенбейді. Әпкем кішкентайында өте сүйкімді болса, бойжеткенде хас-сұлудың өзіне айналды. Жаратқан бар әдемілікті Айзадаға үйіп төгіп беріп қойғандай еді. Мінезі де ашық жарқын, мектепте оқу озаты болды. Олимпиадалардан орын алып, мектеп қабырғасына суреті ілулі тұратын. Жыл сайын алатын мақтау қағаздарын анам үйдегі шкафтың үстіне қатарынан тізіп қоятын. Үйге кім келсе де, шкафтың үстіндегі әпкемнің мақтау қағаздарын көрсетіп, мақтанып алатыны да еш есімнен кетпесе керек. Есепке жүйрік еді, семішкеше шағатын.
Біздің әулетімізде сен сияқты оқымысты жоқ, менің қызым ғалым болады деп, әкемде Айзаданы жер көкке сыйғызбай мақтай беретін. Жалпы айтқанда, әпкем жан жақты қатарынан озық тұрды. Ал мен нағашыларыма ұқсаған қара торымын, бойым қысқа. Мектепте сабақты өте нашар оқыдым. Үйде жаттап барған аз ғана мәтіннің өзін сыныпта айта алмай, терлеп тепшеп, тұтығып тұратынмын. Біліп тұрсам да айта алмаймын. Мінезім тұйық, өзім жасқаншақ едім. Кім не айтса да дұрыс деп танып, басымды шұлғып қоштай беретінмін. Іштей қарсылық болса да, ойымды ашық айта алмайтын ынжық, көнбіс болдым. Мектеп табалдырығын аттайтын кезде, көрші тұратын құрбы қыздар сатып берген жаңа киім, сөмкелерін көрсетіп, мақтанған есімде. Маған олай мақтану бұйырмапты. Әпкемнің ескі киімдері мен сөмкесін анам маған дайындап қойып еді. Бас-басыңа жаңасын әпере беретін байдың қатын емеспін. Осыларды кие бер деп. Айзаданың ескі юбкасы мен жейдесін ұсынған. Сенің шашың сирек, қысқа, бантик тақпай-ақ қой деп, ақ бантик сатып әперуге де қиналған. Анам не айтса да дұрыс, қарсы келе алмаймын. Бойым қысқа болғандықтан, әпкемнің юбкасы мен жейдесі дене пішімі үлкен. Жейденің жеңі мен юбканың белін қайырып кигізіп жіберген. Алғашқы қоңырауға қатысып, сынып жетекшімен танысқанда емес. Өзімен 3 жас үлкен Айзада дедектетіп сүйреп апарған есімде. Бәрі есімде ғой. Анамның мені оқытуға уақыты жоқ. Сол кезде інім дүниеге келіп, бар ықыласы сол жаққа ауып кеткен кез. Оның үстіне 2 қыздан кейін күткен ұл перзент. Әпкемді үйдің тұңғышы деп ерекше жақсы көрді. Жақсы көрмеу мүмкін емес еді. Жоғарыда айтып өттім ғой оның ерекшеліктерін. Ал інімді ұл деп бағалады, төбелеріне көтерді. Мен ортада елеусіз өстім. Әліппедегі әріптерді Айзаданың өзі мені ұрып, нұқып отырып жаттатқызатын. Әпке мектепке бармай-ақ үйде жүріп барлық әріптерді қосу оқи алатын, қосу алуды да білетін. Сен кімге тарттың екен деп анам жек көре ұрсатын ондайда. Мұрнымды бір тартып қойып, пысылдап жылап алатынмын. Бірақ менің көз жасымды ешкім көрген емес, көргісі келмейтін. Кейінде шелектеп талай көз жасым төгілді ғой, оқуды жартпағаным үшін, Айзадаға ұқсамағаным үшін. Әпкемді көп мақтайды, інімді көп еркелетеді. Мені де елеп ескерсе екен, еркелетсе екен деп, мейірім тілеп жүріп, тыраштанып еңбекке ерте араластым. Сабағымды жақсы оқып, әке-шешемді қуанта алмадым. Ең болмағанда, ауланы сыпырып 5 кесені жуып қояйын. Сол кезде мені де мақтайды, мені де жақсы көреді деп жүріп, күндер өте өз үйімнің күңіне айналатынымды сәби кезде білмеппін. Анамның қас-қабағына қатты қарайтынмын. Ауланы сыпырып қойсам, ол кәдімгідей қуанып қалады. Менің қызым мәләдес деген сөзді есту үшін, ол айтпаса да басқа шаруаларды шала-шұрпы күйбеңдеп істеп жүре беретінмін. Айзада ақ саусақ болып өсті. Үй тірлігіне саусағының ұшында тигізбейтін. Тіпті өсе келе, іш киіміне дейін мен жуып беретінмін. Әпкемнің солай қалыптасуына әке-шешем себепкер. Үміт күтті олар тұңғыш қыздан. Сабақ оқып шаршады. Миы демалу керек, ұйықтап алсын. Сол тірлікті қасарыспай-ақ сен ақ істей сал деп жүріп, үйдің бар шаруасын менің мойныма іле беретін. Кішкентайымда неге әпкем үй тірлігіне көмектеспейді? Анам неге мен жұмсай береді? Неге бар жақсыны Айзадаға береді? Мен неге тек әпкемнен қалған киімдерді киемін? Деген ой болмапты. Жаңа киімдерді аз кигендіктен, не әпергендері есімде қалып кеткен. Бірде әкем Айзада екеумізге бірдей етік әкеліп берген. Сол кезде қуанғаным-ай. Анам жазды көйлек әкелгенде ше, көгілдір түсті желбір етек көйлек. Әлі күнге көз алдымда. 5-ші сыныпта оқып жүргенде-ақ ас үйде анамның қасында жүріп, тамақ пісіруді үйреніп алдым. Күнделікті жеңіл тамақтар сол кезден бастап дайындайтынмын. Әке-шешем таңертеңнен кешке дейін жұмыста. Айзада оқуы мен ән үйірмесін желеу етеді. Ол да үйде көп отырмайды. Мен үйді де жинап, тамақты да пісіріп, ыдыстарды жуып, інімді балабақшасынан әкеліп қоятынмын. Сондағысы, анам мені мақтаса екен деймін. Рас, көңіл күйі жақсы кезде, Нұрзадан пысық қой, әкелші бетті деп, бетіме шөлп сеткізіп сүйіп алады. Маған бұдан артық бақыт керек емес еді. Көңіл күйі жоқ кезде, бар шаруаны мен ғана атқару міндет секілді, маған айқайлап ұрсып алатын. Дұрыстап жинамайсың бүйді. Немене қоқыстың бәрін бұрышқаттыға бергенсің? Шкафта киімдер реттемейсің бе? Тамақтың тұзы көп болып кетіпті. Үйренетін кезің болды емес пе? Деп мені
ғана жұмсауға құмар болды. Мынау жағдайда бір есімнен кеткен емес. Ренжігенді әрине білдіре алмаймын. Іштен тынамын барлық жағдайда. Үйдің шаруасына ерте араластым деп айттым ғой. Бірде үйге көп қонақтар келді. Сол кезде Айзадаға ән айтқызып, төрге отырысып қойды. Мен ыдыс аяқты жуып ас үйде жүрмін. Бір кезде анам келді. Түрі өрт сөндіргендей. Маған қарап: кеселер шаймадың ба не? Келдің дәмі кетпеген. Қонақтардан ұят болды. Үйренетін уақытың болды ғой. Тұршы былай, деп мені итеріп қалды. Қонақ күтеміз деп 2 күн ұйықтамаған кез шаршап тұр едім. Анамның білегімнен ұстап итеріп қалғанына артқа шегініп барып құлап түстім. Стол үстінде орын болмағандықтан кей ыдыстар еденде тұрған еді. Тәлтіреңдеп барып ыдыстардың үстіне құладым. Мен емес, сынған ыдыстарын ойлап, анам қатты ашуланған. Қонақтар естіп қоймасын деп, тісінің арасынан ысылдап бірдеңелерді айтқан еді. Не айтқанын естпесем де, жақсы сөз емес екенін ұққанмын. Сол кезде қонақтар арасында отырған Айзада жүгіріп келіп, сынған ыдыстар жинаудың орнына тырқылдап күлген. Осы секілді жағдайлар көп орын алатын. Оның бәрін кеңінен тарқатып жаза бергімде келмейді. Балалық шағымдағы отбасымдағы орным осылай еді. Кішкентайымда аса мән бермесем де, өсе келе неге деген сұрақтар туындайтын болды. Анаммен ашылып сөйлесіп, жауап алуға тағы да батылым бармайтын. Жоғарыда айтып өттім ғой. Әпкем Айзада өте сұлу деп. Жоғары сыныпқа көшкенде, оның сабақ оқу үлгерімі мүлдем төмендеп кетті. Жігіттермен достасып кездесуді мектепте оқып жүргенде-ақ бастап қойды. Студент жігіттермен кездесетін. Есілдердің қымбат киіммен қыдыру жаулаған ол оқуды шетке сырып тастады. Жігітпен кездесу үшін өтірік айтуды да меңгеріп алды. Әке-шешеміз оған сенетін, бетіне қарсы келмейтін. Не айтса да көніп, қалағанын әперіп, қалаған жеріне жібере беретін еді. Нәтижеде ұбт-дан төмен бал алып, жоғары оқу орнына грантқа түсе алмады. Айзада өзіне қатты сеніп кеткен екен. Еш ойланбай, қиналмай сілтеңдеп жүріп жақсы бал жинап, грантқа түсемін деген сенімі басым болған. Бірақ қорытындысын көргенде өкіріп жылаған. Өзін-өз өлтірмек болып, әке-шешемізді әбігерге салып еді. Үйдегі бар дәріні ішіп қойып, ауруханаға түсіп, бір ажалдан қалған. Дүние төңкеліп кетсе де, сен оқытамыз қызым. Оқу ақысы қанша болса да төлейміз. Қалаған оқуың таңда, деген әкемнің сөзін анамда қостаған. Сонымен теттейінен оның алғырлығын ескеріп, үй тірлігіне жұмсамай, үлкен үміт күтіп, ақсаусақ етіп өсірген Айзада ақылы бөлімге құжат тапсырды. Сабағын оқысын. Осы қыз бір жерде тесіп шығады деп, мектепте оқу жүргенде тым асыра мақтап қойған тұңғыштары бойжеткенде бағытынан тайқып бара жатты. Менің күнімде өзгеріс болмады. Мектептен келген соң үй тірлігінен босамаймын. Олардың тамағын пісіру мен үй тазалығы менің ғана мойныма жүктелгендей үнсіз жүре беретінмін. Айзада студент атанғалы үйімізден берекеде кете бастады. Әке-шешем оқу ақысы мен киім-кешектерін түгендеу үшін қарызға батқан. Несие төлейтін уақыт келгенде екеуі бір айқайласып ұрысып алатын. Таз ашуын тырнадан алады. Қаражатқа байланысты әкемен ұрысып қалса, ана маған жекіп сөйлейтін еді. Айзадаға ауыз аша алмайды. Маған бәріңді ақыл оқуға оқытатын шамамыз жоқ. Сабағыңды жақсы оқы, дейтін қараптан қарап. Бірақ мен өз шамамды білемін. Жоғары оқу орнына түсіп, бас қатырғымда келмейді. 9 сыныпты бітірген соң колледжді таңдадым. Аспаздықта оқығым келді. Сол уақытта халімді айтамын да, колледждің берген стипендиясын тиынына дейін құртпай, анама келіп беретінмін. Өзіме бір жаңа киім алу, асханадан тамақтану дегенді білмеппін. Айзададан қалған киімдерді үстіме іліп алып жүре беретінмін. Кішкентайымнан өз бағамды білмейтін жасық болып өскендіктен, өзімді әдемі жаңа киімге, жақсы өмірге қимаппын. Тек оқумен шектелмей, сабақтан соң жұмыс істеуге бел будым. Өйткені үйде қаражат тапшылығы жиі орын алатын. Түстен соң оқудан шығып, түннің бір уағына дейін дәмханада даяшы болып жұмыс істедім. Табысым жақсы еді. Бірақ оны да өзіме қимайтынмын. Әке-шешем, жыртығымызды жамап жүрсің ғой қызым. Сен болмасаң, аштан өледі екенбіз деп анда-санда мақтап қалса, төбем көкке жететін. Бірақ сонда да алдымен Айзаданың жағдайын ойлап отыратын. Ұйқым қанбай, оқу мен жұмыстың ортасына сүрлігіп жүріп жатқан. Тапқан ақшамды ол құрбылармен бір рет мейрамханаға немесе түнгі клубқа кіріп жаратып тастайтын еді. Онысын маған
Мақтанып айтатын қайтерсің. Дипломын алып, жұмысқа тұрып алса бәрі артта қалады. Күнімізге жарайтын осы қыз болады әлі дейтін анам. Тұңғышынан сонда да үмітін үзбей. Білмеймін ғой, қайғара басып өз үйімде өгейдің күнін кешкенімді. Сұрағым көп, жауабы жоқ күндер сырғып өтіп жатты. Бірде түн ортасында жұмысымнан келе жатсам, үйдің алдында бір көлік тұр. Алдан өтіп бара жатып, көлік ішіне көз тастадым. Айзада отыр, бір жігітпен сүйісіп. Мені байқаған жоқ. Оларды көріп қалғаныма өзім ұялып кеттім. Қадамымды жылдамдатып, тез өтіп кеткім-ақ келді. Бірақ аяғым шалынып құлап түстім. Олар сол кезде ғана мені байқаса керек. Көлік ішінен екеуі де атып шықты. Міне, Ахметті сол кезде алғаш көруім еді. Қолын созып, мені орнынан тұрғызған. Ұзын бойлы, сымбаттағы жігіт екен. Айзада менің үстімді қаққан болып, екеумізді таныстырған. Әпкемнің болашақта жетең болуы мүмкін деп таныстырған жігіті болашақта менің күйеуім болатынын сол кезде біліппін бе? Оларды көріп қойғаныма қылмыс жасағандай ұялып, жүзім төменшіктеген күйі жүгіріп үйге кіріп кетіп едім. Сол түні Айзада ағынан жарылып, маған сырын айтқан. Мен Ахметті шынайы жақсы көремін. Ол да мені сүйеді. Бірақ бір кемшілігі бар. Тұрмысы қарапайым. Сонда да бүйрегім осы жігітке бұрып тұрады. Сыйлық сыйлап, қыдырта алмағаны болмаса, өзімді оның алдында жайлы сезінемін. Мынау бір жігітте жақында пайда болды. Есімі Дарын. Банкте жұмыс істейді. Байдың баласы. Ақшасы көп. Әке-шешесі тіреп тұрған дөкелер. Міне мынау бриллиант білезікті Дарын сыйлаған. Мамаға әлі көрсетпедім. Көрсетсем ұрсады ғой. Ешкімге айтпа. Әзірге осы екі жігіт кішкене көңіліме шығып жүр. Біреуін таңдайын десем, екеуін де қимаймын. Дарынның алдында өзімді еркін сезіне алмаймын. Ахметтің алдында өзімді еркін сезінемін. Менің бар еркелігімді көтергенімен, Дарын секілді қалауымды орындай алмайды. Бір тал гүлдің өзін сылауға шамасы келмейтін, қалтасы жұқа студент. Дарынға хабарлассам, тап қазір 101 розаны жібере салу түк емес. Әңгіменің қысқасы солай сіңлім. Әпкемнің екі ортада басы қатып жүр деген Айзадаға сол кезде берген кеңесімнің өтір нүктесіне дейін әлі күнге ұмытпаймын. Байлыққа кейінде жетуге болады бірігіп. Шын сүйген жігітің таңдасайшы, деп едім. Ол болса ойланып отырып, Дарының байлығы Ахметте болса ғой шіркін. Бүгін ақ күйеуге тиіп кететін едім. Әттең бір кем дүние, деп күрсінген. Кейінгі күндерде екі жігітпен бір-біріне білдірмей, қатар кездесіп жүрген оның бұл жүрісі дұрыс емес екенін айтамын деп ұрыс естіп алдым. Қалай жүріп тұруды өзім білемін. Сен түгілі маған әке-шешем ақыл айтпаған, деп Ахметпен кездесіп келген соң, жуынып шайынып, Дарынмен жолығуға асығыс шығып кеткен еді. Қырық өтірігімен қулығын арттырып, екі жігітті де құрығында ұстайтын. Дарын сыйлаған қымбат телефоны бар еді. Екі телефонды екеуіне арнап қойған. Бір жақсысы бай жігітпен кездескелі, оның қалтасына үнемі ақша жүретін болды. Маған да жаңа киімдер әперіп, арасында алдап қоятын. Телефоннан дизайнерлік онлайн жұмыс тауып алдым. Қолым бос кезде тапсырыс алып жұмыс істеп жүрмін, деп өтірікті су жасапыратын оған әке-шешеміз сенетін. Мен үйге тұрақты түрде ақша келіп тұрсам да, соншалықты жер көкке сыйғызбай мақтамайтын, алғыспен ғана шектелетін. Бірақ Айзаданың әбден мақтауын келтіріп, көңіліне көпшік қоя беретін еді. Саған сонша ақша төлеп оқытып жатқанымыз текке кетпей жатыр. Міне, қазірден оқуының нанын тауып жеп жүрсің, деп анам мәз болатын еді. Бірде шкафта киімдер діректеп жүріп, Айзаданың заттар тұрған сөреден жүктілікті анықтайтын тест тауып алдым. Ол заттың не екенін жақсы білемін. Өйткені жұмыстағы бір келіншек жүктілігін солай анықтап, сүйінші сұраған. Айзаданың екі жігітпен қатар кездесіп жүрген білсем де, арын алдыртып, төсектес болып жүрген жайында мүлдем ойланбаппын, қимайтынмын. Оның сөресінен тауып алған тесттегі жүктілікті көрсетіп тұрған екі сызықты көріп, мәссаған, өз көзіме өзім сенбедім. Ары қарай қолым тірлікке бармады. Алдымен әке-шешемді ойладым. Бетіне жел тигізбей, үлпілдетіп үміт күтіп отырған тұңғыштарының мынау тірлігінен хабардар болса не болады? Қиналады ғой. Бұл жайында ешкімге тіс жармай, әпкемнің өзіме сөйлесуге бел будым. Сол күні қараңғы түскенде үйге келген Айзада елік жасағандай, әрең құтылдым-ау. Дарынды көшенің басынан қайтардым. Ал Ахмет болса үйдің басында күтіп отыр. Екеуі бірін-бірін көріп қояма деп қорқып кеткен май, деп тұр ентігіп. Мен үнсіз оның алдына тестті тастадым. Тестке бір,
Маған бір жалтақ қараған ол бөлменің есігін жауып келді де жағамнан алғандай болып түстеніп, саған кім рұқсат берді менің заттарымды тінтуге, деп ұрып жібере жаздады. Шкаф жинағын тауып алдым Айзада. Мұның не? Мамам білсе не болады? Сенің жүрісің, дей беріп едім, ол ешкім білмейді бұл жайында. Естің бе? Ешкімді айтушы алма. Айзада дір-дір етеді. Бұл жүрісің дұрыс емес қой. Не істемек ойың бар? Оның мынау халінен қорқып кеттім. Тесті қалтасына сүңгітіп, орындыққа отырған әпкем, білмеймін не істейтінімді, деді. Ол жағдайда тығырыққа тіркелгенін байқатты. Сорақысы, кімнен жүкті екенін де білмейді екен. Дарын ба, Ахмет пе? Айзадан осыншалықты жағдайға түседі деп еш ойламаппын. Бір сәт жиіркеніп те кеттім. Бір жағынан шарасыз халге түсіп жылап отырған оны қатты аядым. Ол аборт жасатамын деп бекінді. Саған ертерек күйеуге тию керек дегеннен басқа ештеңе айта алмадым. Бұл жағдай туралы ешкімге тіс жармауымды қайта тапсырып, ертеңіне-ақ жасанды түсік жасатуға баратынын айтқан еді сол кезде. Бірақ ертеңіне басқа жаңалығымен бөлісті. Ебіл-дебілі шығып жылаған күйде. Дарын менен де басқа бір қызбен де жүреді екен. Сені ғана сүйемін десе де күдіктенетін едім. Бүгін көзім жетті. Кеше мені әкеліп тастаған соң басқа қызбен кездесуге кетіпті. Клубта құшақтасып отырғандарын подружкам көріпті. Ол мені ақымақ қылып жүр екен. Оңбаған десе, болды. Бітті, Дарынға дүңкте қойдым. Ахметке күйеуге тиемін. Аборт жасатпаймын. Осы бүгін-ақ Ахметке хабарласамын да, оған тұрмысқа шығатынымды айтамын. Өткенде маған үйлену туралы әңгіме қозғаған. Әлерте екен деп айтып жолатпап едім. Кейінге созатын жағдайым жоқ, деді. Өзінің екі жігітпен кездесу жүргенмен шаруасы жоқ. Алдарында басқа қыздың құшағында көрген құрбысынан естігеннің өзінде қатты қиналған әпкем осылай тағдырына оп-оңай таңдау жасай салып еді. Оның бұл шешімін қолдадым. Өйткені Дарынның ақшасына ғана қызыққан, ал Ахметті шын сүйеді. Құрсағында баланың да әкесі Ахмет болған сол кезде шын жүректен тілеп едім. Әттең-ай, осы кездегі тілеуім кейінгі өмірімнің егеуіне айналатын білсемші. Мейлі, сонымен не керек? Аяқ астынан апыр-топыр Айзада тұрмысқа шығатын болып үйде қарбалас басталды да кетті. Алғашқыда оның тұрмысқа шығуын әке-шешеміз қолдамады. Оқуын бітірген соң мамандығымен жұмыс істегенін қалап, жемісін көргісі келіп еді. Қалай болса да, осы қызына үлкен үміт артып еді ғой. Таңдаған жігітінің тұрмысы қарапайым екенін ескенде анам қатты ашуланған. Алғаш рет Айзаданы қатты ұрысқан сол кезде естіп едім. Қызым-ай, шертіп жүріп мықты жігіт таңдайтын жөнің бар еді. Мынауың не енді? Несіне қызықтың? Неге асығасың? Деп біраз әңгіме айтқан. Өз айтқанын істетіп, өз дегенмен жүріп қалған Айзада, біз бір-бірімізді жақсы көреміз. Қарсы болсаңыздар да бәрібір бас қосамыз деп бедірейіп отырып алған. Қолдамаса, жігітімен қол ұстасып қашып кететінін айтып ескертті. Сол кезде ғана бойжеткен қызын байлап ұстап отыра алмайтынын түсінді ме? Шешем, қашып кеткен нес? Ұзату тойын жасаймыз. Біздің де ел жұртымыз, ағайын туысымыз бар. Осы уақытқа дейін қаншама адамға өткізгеніміз бар, оның үстіне жинап алатын уақыт болды тойды өткізгендерімізді. Тойға дайындаламыз, деген. Бір қызығы Айзада өзінің жүктілігі жайында әке-шешемізге, тіпті Ахметке де тіс жарып айтпап еді. Сонымен бір айдың ішінде екі жақта да құдалық той күндері белгіленіп, аяқ астынан мұрнымыздан шаншылдықта қалдық. Айзададан әке-шешем аянсын ба? Құдалардың әкелген қалың мал аз болса да, жасауын барынша асырып жасады. Қос-қостан несие алып, тағы да қарызға баттық. Әпкемде жағдайға қарамай жиһаз бен тұрмыстық техникалардың ең қымбаттарына таңдау жасады. Оның мұнысын құптамадым. Жағдайға қарасайшы, деп те айттым. Бәрінен алда болыс келетін әдеті қалсын ба? Өзімшілдігі басым ол, менімен ұрсып шыға келген. Шешем осы кезде де тұңғышының сөзін сөйлеп, қарыздардан құтылуға Айзаданың өзі көмектеседі кейін. Одан да Құдайдан тіле, сен де ұзатқан кезде осылай әдемілеп жасауыңды беруге мүмкіндігіміз болсын, деп тыйып тастаған. Сонымен не керек? Той күні белгіленіп, көрпе төсегін тіктіріп, жасауын дайындап қойған соң, Айзада бір күні тағы да төбемнен жай түсірді. Мұнысы ең шектен шыққандық. Көзі мөлейіп телефонда Дарынмен түк болмағандай сол баяғысынша сөйлесіп отыр. Тіпті кездесуге де барып келді. Кездесуден келген соң ойға батып, ол мені жақсы көреді екен. Басқаға тұрмысқа шығатынымды естіп, мені құшақтап жылағандай болды. Мә, не істесем екен? Біртүрлі болып жүрмін. Басым қатты, дейді. Бас қатқан нес? Дарынмен байланысың бір жол үзуің керек.
Неге онымен кездесуге бардың? Айзада, ақымақтық жасама. Әпкеме ешқашан дауыс көтермеп едім. Осы кезде қалай жекіп жібергенімді байқамадым. Ол маған таңырқай қарады. Бірақ жайбарақат қалпынан таймай, Дарын мені осыншалық жақсы көреді деп ойламаппын. Екеуміз жүріп жүрген кезде ол өзінше көкірек еді. Қазір өзгере қалыпты. Менің басқаға тұрмысқа шығатынымды естіп, шынданып кете жаздады. Саған мен үйленемін. Бәрібір менікі боласың дейді. Ту, не болып кетті өзі? Жүрегім кімді қалайтынын да білмей қалдым. Екеуі де ұнайды маған. Екеуін де қимаймын. Бірақ қазір Ахметке жыным келіп отыр. Үйленген соң еншімізді алмайды екенбіз. Ата-енемен бірге тұрады екенмін. Оның кішкентай үйіне қалай сиямыз? Топырлаған бала шағамен. Құрсын. Не істеп қойды мен Нұрзада? Дарын маған уәден үйіп төкті. Балайына шетелге барамыз. Тойдан соң бөлек тұрамыз. Өзінің керемет пәтері бар. Маған көлік сыйлайтын болды. Қап, не істесем екен? Ахмет жақсы көремін. Әттеген-ай, еркек болсам екеуіне де үйленетін едім. Қыз басымен екеуіне бірде қалай күйеуге тиемін? Екеуін де қимаймын, деп отыр. Сен Дарынның ақшасын қимайсың. Ахмет жақсы көресің. Дұрыс таңдау жасадың. Айзада өз пікірінен таймайтынын білсем де, бір сөзімді қайталай бердім. Нұрзада, мен жүкті екенімді сенен басқа ешкім білмейді. Тіпті маған үйленген жатқан Ахметке де айтпадым. Айта алмадым. Білмеймін неге екенін. Айтпадым. Дарыннан жүкті болуы мүмкін. Әпкем бір орында отыра алмай, бөлме ішінде ары-бері жүре бастады. Оны жұбатқым келді ме? Әлде Дарынмен байланысын үзгенін қаладым ба? Сол кезде кімді шынайы сүйсең бала сол адамдікі. Ахметті сүйесің. Демек құрсағында бала Ахметтікі дегенім әлі күнге есімде. Әпкем сол кезде Дарынмен енді кездесуге шықпайтынын, таңдауын дұрыс жасаған мойындап-ақ еді. Алайда ұзату тойына бір күн қалғанда бәрін білдірді емес пе? Дарын оны алып қашты. Қарсылық білдірмей, әпкем үнсіз көне берген ғой. Сондағысы Ахметпен тойға қатысты тірліктермен керілдесіп, келіспеушіліктер туындап жүрген болатын. Арзан тойхананы жалдапты. Маған өзім қалаған көйлекті алып бере алмады. Деген сияқты сөздермен құдалар жақта өтетін тойға мұрын шүйіріп қарап жүрген еді. Ал сонымен шерменде болудан қорқып, бір жағынан сонша шығынның зая кетпеуін ойлаған әке-шешем мен орта қалды. Айзаданың жасаған қателігінің орнын мен жабуым керек екен. Көз жасыма қарамады. Хикаямның басында айтып өткендей, олар мені көндірді. Басқа мал жоқ еді. Әпкем Айзада басқа жігітке қашып кеткеніне мен кінәлімін бе? Оның орнына құда түсіп, той күні белгілеп қойған жігітіне мен күйеуге тиюім керек пе? Менің тағдырмен ойнап тұрсыз ғой анашым. Жазығым не? Мен де өз сүйгеніме қосылып, бақытты өмір сүргім келеді деген жан айқайымен көз жасыма әке-шешем пысқырып та қарамады. Олар қалайда мынадай масқаралықтан құтылу керек болды. Құтылды, құтқардым. Ахметтің күйін сұрайсыз ба? Әрине оған да оңай соққан жоқ. Өзі студент, үйінің тұңғышы. Сабақтан соң жұмыс істеп, жиған тергенімен әке-шешесін де қарызға батырып, тойға қатты дайындалып еді. Шығынның орны толар. Намысты айтсайшы, қалыңдығының ұзату тойына бір күн қалғанда, өзге жігітпен қашып кету ол үшін де үлкен соққы болғаны рас. Сонда да оңай шағыла қоятын жанға емес екенін көрсеткісі келді ме? Әлде ол да әке-шешесінің халін ойлады ма? Мүмкін әпкеме ерегескен болар. Менің ата-анамның ұсынысынан бас тартпады. Айзаданың айыбын жуу үшін мен ұсынған ғой. Олар өзара қалай сөйлесіп, қалай келісімге келген білмеймін. Айналдырған бір-ақ күннің ішінде Ахметтің амал жоқтан алған қалаусыз қалыңдығы болып шыға келдім. Өз ата-анамның үйінде елеусіз перзент болған күндерім артта қалғанмен, күйеуімнің сүйкімсіз келіншегі болып күн кешу маған оңай соқпады. Алғашқы күндері мені ол үйде енемнің ыстық ықыласы ғана ұстап қалды. Сенесіздер ме? Енем маған анамның артық мейірімін көрсететін. Мені келіні деп емес, қызындай көрді. Аузынан айналайын қызым деген сөз түспейтін. Алтын адам еді. Жас адамды қара жерде жұтқысы келіп тұрады екен ау. Бәрі көз алдымда ғой. Сонымен Ахмет маған үйленерін үйленіп алып, қатты өкінді кейінгі күндері. Онысын айтпайды. Сеземін. Жаныма жоламай, тіпті сөйлескісі келмейді. Той жиындарда түксеген күйі құр сұлбасы ғана жүреді. Мен аяқ астынан не болып кеткен түсіне алмай, кім не айтса соған көніп жүре беріппін. Әйтеуір, ата-анамды мынау жағдайдан құтқаруым керек. Осы уайым ғана мазалады. Тойдан кейін Ахметтің көлеңкесінде таппай қалдым. Алғашқы неке түнімізде өткен жоқ. Ол жұмыс істеуім керек деп үйден кетіп қалған. Ата-енем оған телефонда ұрсып,
Үйге қайтуын талап етіп отырғанын талай рет естіттім. Мен естіпейді деп ойласа керек. Алтын ене менің көңіліме қарайтын. Өзімде шолжаң емеспін. Ерте тұрып тірліктің бәрін тап-тұйнақтай тындырып тастаймын. Аспаздықты оқығандықтан тамақ дайындаудың да неше түрін білемін. Жоқты бардай етіп, үйдегі бар азық пен қазанды оттықтан түсірмей, дастарханды жайнатып қоятынмын. Енемде бар тірлікті маған асып қоймай, өзі де күйбеңдеп тынбайтын. Қызына да жеңгеңе жәрдем бер деп, мен тірлік жасасам қасыма қосып қоятын. Ұйқыңды қандыр, демалып ал, не жегің келеді, бүгін неге көңіл күйің жоқ, деп ас үстіме түсетін. Өз үйімде мұндай ықылас көрмегенмен, ғажайып әлемге тап болғандай күй кешкенім рас. Осы бір керемет күй ғана мен еріксіз сол босағаға мықтап байлай берді. Кішкентайымнан үйдің тірлігін істеп үйренгенім осы кезде көп көмегін тигізгені рас. Ол үшін анама алғысымды да айтқанмын. Ал алтын ене мені айналып толғанып, үнемі батасын беріп отыратын. Атам да өте жақсы кісі. Сол кісілерді маған деген мейір махаббаты ғана күйеудің орнын білдірмеді. Өзімді сол үйдің келіні емес, қызындай сезінетінмін. Тіпті күйеуімді іздемейтін дедім ғой. Бір қайынсіңлім, екі қайнінім бар. Тұрмыстары өзіміз секілді орта. Бірде бар, бірде жоқ. Бірақ алтын енемнің үнемі жадырап жүретін жылы қабағы мені ғана емес, үйімізді де өз шуағына бөліп тұратын. Мені жұбататын. Айналайын, Ахмет үшін уайымдама, ол жұмысқа кетті. Отбасылы болған соң енді көп ақша табуы керек. Еш уайымдама, келеді. Басқа емес, оның жары сен болғанға мыңда бір шүкір. Сен секілді келінді армандайтынмын. Ахметтің емес, менің арманым орындалып кеткен ғой, деп әзіл-шын аралас көңілімді көтеріп отыратын үнемі. Айзада жайлы бір ауыз сөз айтпайтын, ол тақырыпты мүлдем қозғамайтынбыз. Жұлымырлау болсам, әйелі ретінде Ахметтің бетін алғашқыда өзіме қаратуға талпынатын едім. Бірақ ондай қасиет менде жоқ. Күйеуімнің өзі қатынас түзуге ұмтылмаған соң, мен де жүре беріппін. Әлі күнге дейін сол кездегі өз халіме таңғаламын. Апыр-топыр тойды өткізіп болған соң, жоқ болып кеткен күйеудің келіншегі емес, сол үйдің қызы ретінде жүре берген аңғалбасым-ай. Ахмет бір айдан соң келді. Ата-енем оны оңаша отырғызып қатты ұрысқан. Ол оқуын да тастап, жұмыс істеуге бел шешіпті. Оқуыңды да тастамайсың, ешқайда бармайсың, келіншегінің қасында отыр деп талап қойды оған ата-енем. Олар тыңдаған Ахмет жоқ. Осы күнде ойлаймын ғой, бірден оқудан бас тартып, жұмысқа басымен кіріп кетуіне оған ерегіс пен намыс себеп болса керек. Айзада бұны менсінбей, бай жігітке тұрмысқа шығып кетпеді ме? Ештеңені ойланбай, көп ақша табуды алдына мақсат еткен сияқты. Үлкен қалада дос екеуі бір дүкенді жалға алып, жұмыс істемекші екен. Айтқанынан қайта қоймаған оған, жұмысын істесең істе, бірақ Нұрзадан алып кет, бірге болыңдар, деп еді. Оған көнбеді. Жұмысты жолға қойып, аяққа тұрып алайын да, деген сылтауын айтқан. Бірақ ол сол түні маған жоламады. Теріс қарап жатты. Мен де бүріскен күйі теріс қарап жатып, таңға дейін ұйықтамап едім. Сол кезде толқыған күйімді айтып жеткізе алар емеспін. Ол маған саусағының ұшында тигізген жоқ. Бірақ ауыз сөз айтты. Желдеткішті ашсам жаурап қалмайсың ба? Бөлмесіп кеткен сияқты, деді. Жаурамайтымды айттым. Басқа арамызда әңгіме болған жоқ. Мен әне-міне ол құшағын ашып бас салатындай, немесе аймалау көшетіне теріс қараған күйі көжек секілді дір-дір етіп жаттым да қойдым. Ол қорылға басқанда ғана бүріскен аяғымды жазып еркін тыныстағаным рас. Сонда да ішкі дүнием алай-дүлей болып көзілмеген едім. Алғаш рет бір жастықты жастанған түнімізде. Ертеңіне ол жұмысқа кетіп бара жатырмын, келемін ғой, дегеннен басқа ештеңе деген жоқ. Басымды шұлғып қала бергенмін. Енем жүрді сол күні менің қабағыма жалтақ-жалтақ қарап. Әдетте қалпымнан таймай, түк болмағандай, ештеңе сездірмей күндерді артқа тастай бердік. Алайзада телефонмен хабарласып айтқан жағдайына жаным ашитын. Дарын оған әке-шешесінің қарсылығына қарамай үйленіпті. Енесі өте жайсыз кісі екенін айтып жылайтын. Барған жері өсі өнген үлкен әулет, қонақтар үзілмейді. Анау-мынау емес, өңкей ығай мен сайлар бәрі. Әпкемді өте қатты жақсы білем ғой. Жұмыртқаны жөнді қуыра алмайтын ол, ас үй тірлігіне қатты қиналып, тіпті енесінен ұрыс естіп, абысындар шеттететінін айтып шағымданатын. Үйлене салып, бөлегеншіміз алып кетеміз деген дарында айнып қалыпты. Кухняға кірсем абдырап, сасып қаламын. Нені қалай жасау керектігін білмеймін. Енем ұрсат, тіл өте ащы, бірақ қашан үндемей жүремін. Мен олардың сол кісі емеспін. Менсіз де шай қайнаған шығар осы үйдің. Осыдан тағы бірдеңе десін, үндемей қалмаймын деген оның отбасылық өмірі тым қысқа болды. Жептәуір жігіт деп жүрсе, мамасының баласы екен.
Көңілім суып кетті. Бәрімен ұрыстым бүгін, деп төркінге келіп алды. Ішіме сыйған қыз сыртыма да сияды. Сені сол жерде жылатып қоймаспын деген анам қызының сөзін сөйлеген, қолдау көрсеткен. Ол аяқ астынан бағытын өзгеріп, қалай басқа тез тұрмысқа шығып кетсе, солай отбасына тез күйрете салды. Айзаданың ажырасқаны маған да өте ауыр болды. Неше түрлі ойларды ойлаймын. Ахметтің маған жоламай жүргеніне қарағанда, әлі де Айзаданы сүйді деген ой келеді. Екеуін мен ажыратқандай, өзімді кінәлі сезініп, жаным қиналатын. Дертімді ешкімге айта алмаймын. Көңілсіз күйімді ата-енеме көрсетіп, оларды уайымға салғым келмейді. Дарынмен ажырасқан соң, Айзада маған хабарласуымды доғарды. Өзім хабарлассам, қысқа ғана жауап қайтарады. Әйтпесе күнде телефонда жағдайын айтып, енесіне кіжініп отыратын күйеуінің үйінде. Бірер күннен соң Ахмет келді жұмысынан. Дос екеуі дүкендегі жұмысын бастап, азап жолға қойған секілді. Өткендегідей емес, көңілді. Бұл кезде күйеуімен ашық сөйлескім келді. Ыдыс аяқты жуып, басқа шаруаларды да реттеп, жатын бөлмеге кірсем, ол ұйықтап қалыпты. Мүмкін өтірік ұйықтаған адамның кейпін салған болар. Жарықты қайта сөндіріп, диванның шетіне отырдым. Ахмет, ұйықтап қалдың ба? Дедім жаймен. Ол үнсіз жата берді. Ояу жатқанын білемін. Бәрін айтқым-ақ келеді. Өкініп жүрген анық қой. Мен кетейін дегім келген. Бірақ тілім байланғандай ары қарай сөйлей алмадым. Бұл кезде Ахметке деген менде ешқандай сезім жоқ еді. Бөтен де емес, жақын да емес, күйеу деген аты ғана бар. Әйтеуір үлкендердің айтақтауымен бас қоса салдық. Арамызда басқа ештеңе жоқ. Сонда да қобалжыдым ба, ойымда кептелген сөздерімді айта алмадым. Бір күрсініп алып, жастыққа бас қойдым. Таңертең ол ерте тұрып, жұмысына кетіп қалыпты. Әшейінде ерте тұратын қарабасым ұйықтап қалыппын. Үнсіз кетіп қалғанына өзімді біртүрлі сезіндім. Оның өмірінде ешкім емес екенімді біліп, қиналғаным рас. Алғаш рет күйеу үшін сол уақытта жылап едім. Анама айтқым келді жағдайымды. Төркініме сұранып барып, өзімнің іштей қиналып жүргенімді, тіпті келіншек болсам да, әлі күнге етегімнің түрілмегенін жасырмай бәрін айттым. Ахметтің әйелі деген атпен ғана ол үйде өмір сүргім келмейтінін жеткіздім. Анам халімді түсінгісі келмеді. Екеуіңді ажырасып келсеңдер, әкең екеуміз қалай бас көтеріп жүреміз? Сенің күнің Айзадаға қарағанда керемет. Ата-енең жақсы қарайды. Хабарласқанда үнемі мақтап тілеуін тілеп отырады. Басқа не керек? Айзаданың енесі секілді сұр жылан болса басқа әңгіме. Ахмет әзірге саған үйрене алмай жүр. Қайтып келуді ойыңа алушы ма? Деп шығарып салған. Ал әпкемді ішіме сыйған қызы сыртыма да сияды деп қарсы алып еді. Төркінге келіп опа таппасымды білген соң, басым салбырап ата-енемнің үйіне қайттым. Үйге келсем, енем төсек тартып жатыр екен. Сөздерінің арасында бір-екі рет менде климакс басталды деп жүретін. Мазасы болмай, ауырыңқырап жүрген үйдегілерге сездіргісі келмегенмен, ыңқыл-сыңқыл көбейгенін байқайтынмын. Дәрігерге көрінгісі келмей, барлық әйелдің басына өтетін жағдай деп жүре берген ғой. Бүгін емханаға барып тексерілсе, жер астынан жік шыққандай етіп, жүкті екенін айтыпты. Құрсағында 5 айлық баласы бар екен. Толықтау кісі болған соң, ешқайсымыз тіпті өзде мән бермей жүре беріппіз. Мазасыз күйін басқаға жорыған. Әрине, бәріміз үшін есті тандыратындай жаңалық болғаны рас. Атам Елубай өмірге келеді. Аман болсаң артынан Алпысбайды да той өткізесің. Сейсенбай атамның есімін бекерге Сейсенбай деп қоймаған. Селкілдеп жүріп 80-ге жетіп алсақ, кім білет, атамның жолын қуармын деп қалжыңдап, әйеліне тиісіп қоятын. Енем баланы босанғысы келмеді. Жасынан ұялды. Бір жағынан 5 айлық аз уақыт емес, қимайды. Сонымен не керек? Ары ойланып, бер ойланып, тәуекелге бел буып еді. Енемнің жүкті болғаны бір жағынан маған қызық болды. Екеуміздің баламыз бірге өседі деп ойлаған мен, Ахметтің жүрісі анау. Жұмыс деген бастан асып жатыр. Тырпетуге шамамыз жоқ. Айналымды көбейтіп алған соң сатушы жалдап, үйге барып қайтамын деп хабарласып тұрады. Анда-санда маған да жазып қояды жағдай сұрап. Тек хал-ахуал сұраумен ғана шектелеміз. Үйдегі жағдайдан кейін өткендегідей Ахмет жайлы артық ойды ойлауға шамамда болмай қалды. Өйткені енем жиі ауырып қала берді. Бәріміз уайымдап, аман-есен босанып алуын тілеп, аурухана мен үйдің ортасын жол еттік. Жазмыштан озымыз жоқ. Жоспарда жоқ жағдайға жақсы ниет етіп еді ата-енем. Бұйрық болса қайтеміз енді. Бәріміздің қабырғамызды қайыстырып, сәбиін дүниеге әкелген соң, енем бақилық болды. 7 айлығында шала туылған бөпесі аман қалғанмен, енемнің өзі бәрімізді аңыратып тастап, мәңгілік мекеніне аттанып кете барды. Өте ауыр күндерді басымыздан өткіздік.
Енем секілді алтындай адамды әлі күнге жер бетінен көрген жоқпын. Ол кісінің орны мен үшін бөлек. Туған анамнан артық мейірін төккен екінші анам менің. Енемнің қазасынан кейін атам күйзеліске түсіп, бөлмесінен шықпай жатып қалды. Күйеуімнің мектеп жасындағы бауырлары мен Қызылшақаның күтімі менің мойныма жүктелді. Ахмет те қатты жүнжіп кетті. Енем барда үйіміздің іші жарқырап, балалардың ойын күлкісімен шат-шадыман болып жататын. Ендігіде әрқайсы әр бұрышта үрпиіп отырған көріп, жаным ауыратын. Өз анасын іздеймекен, нәрестеде тым мазасыз, жылауық болды. Түнгі ұйқым 4 емес, 100 бөлінетін. Тірліктен шаршамадым. Үйдегі балалардың анасын іздеп сағынғанын, олардың көңілсіз жағдайларын көріп қиналатын едім. Ахмет те жұмыстан уақытша досына қалдырып, үйде жүрді сол кезде. Түсінсе керек, менің үйдегі жағдайға шырпырым шыға шырылдап, бір тынбай шапқылап жүргеніме іші жылыса керек. Маған деген көзқарасы өзгере бастады. Әңгімесін айтып, үйдегі шаруаға қатысты ақылдасып, тіпті маған алғысын да білдіретін болды. Менен қашқақтап жүрген оның беті қарады ғой. Махаббат емес, қайғы табыстырды екеумізді. Бірде баланы ұйықтатып болған соң, көзім ілініп кеткен сол. Бетім жыбыр-жыбыр ете қалды. Ахмет екен. Бетімді сүйіп, шашымды сипап жатыр. Сол түні алғаш рет құшақтарымыз қауышты. Жас жұбайлардың түнгі өмірі өз алдына бір бөлек әңгіме екен-ау. Ол жайында кімдер толғанып, кімдер жырламаған. Мен үшін жаңа өмір басталғандай болды. Өйткені Ахметтің маған деген махаббатын сезіне бастадым. Бірақ тіршілік жасау керек. Күйеуім тағы да жолға жиналды. Сағынатымды айтып мен жүрмін. Енемнің қазасынан кейін әлі де еш жей алмай, күңіреніп жүрген әкесі мен шетте бауырларын маған сеніп тапсырып, ол жұмысына кетті. Сонымен ол түздің, мен үйдің тірлігін тындырып, күндер өте берді. Айзада босанғанда перзентханадан шығарып алуға мен де барып едім. Жалғызбасты ана атанған әпкемнің көңілі сынық, жабырқаулы жүзін байқадым. Дәл осы кезде ғана маған алғаш рет Айзаданың ұлы Ахметтен болу мүмкін деген ой келген. Ойымды сезгендей, әпкем де маған қарап тұр екен. Екеуміздің жанарымыз бір сәт түйісіп, үнсіз отырып қалдық. Санамда ауыр ой тұмшалаған осы кезден бастап, жағдайды сол күйінде қайта қабылдау қиынға соққаны рас. Уақыт өтіп жатты. Мен үйдің шаруасын реттеп, күйеуім табыс тауып тұрмысымыз жақсара бастады. Атам да балалар үшін өзін қолға алып, жұмысына барып келіп жүр. Кенже қайнырым өз баламдай болып, тәп-тәтті өсіп келе жатты. Ахмет жиі келіп тұрады. Екеуміз жұрт қатарлы күнімізді кешіп жүредік. Бірақ Айзада жақсы жұмысқа тұрып еді. Ол жерде ұзақ тұрақтай алмады. Әке-шешем үміт еткендей үлкен адам болғысы келеді екен. Бір жұмыстан екінші жұмысқа секіріп жүріп, бір шенеуніктің етегінен ұстады. Мұңсылтауын айтып, ол кісімен де ажырасып кетті. Ең мінсіз бен ең жақсын армандайтын Айзаданың өзіне қойған талабы жоғары. Көптің бірі болып, өмір сүргісі келмейді. Жұрттың бәрін бетіне қарап, көңілін бағатын әке-шешесі сияқты көрсе керек. Тек мақтау сөзге семіріп, ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүріп үйреніп қалған ол, жағдайына қарамай жоғарыға, жоқ нәрсеге ұмтыла беретін. Ата-анамның тәрбиесі ғой. Теттейінен оның бәрінен ерекше жақсы көріп, биік қойып, үлкен үміт артып қолпаштай беретін. Өзін бәрінен ерекше, бәрінен биік көретін ол, ендігіде қалыпты өмірге бойынсұнғысы келмейтін. Тұрмыста да, жұмыста да жолы болмай, қиял қуалап, ұшып-қонып, өмірін өткізіп жатты. Төркінім алыс болмаса да, ол жаққа көп бара бермеймін. Барғым келмейтін. Айзадамен жолығысып қалмауға тырысамын. Бір-бірімізге мүлдем хабарласпаймыз. Той жиындарда бас қосамыз ғой, амал жоқ. Ондай кезде екі көзім екі жаққа жүгіріп, Ахмет пен Айзадан аңдып отыратын болыппын. Жаман ойды жуытқым келмейді. Сонда да қызғаныш па, күдік пе бір уайым мазалайды. Ол екеуі түк болмағандай бір-бірінен алыс жүреді. Мүмкіндік болғанша беттесіп қалудан қашқақтайды. Бұл тақырып жайында Ахмет екеуміз сөйлестік те. Күйеуіме сенемін. Әр нәрсенің қайыры бар. Маған жұп етіп сені жіберген тағдырыма ризамын. Айзадаға деген сезімім өткінші екен. Менің ошағымның иесі, өмірінің берекесі тек өзіңсің деп, ақ сезімін ақтарған. Оның маған деген махаббатына сенемін ғой. Дегенмен уақыт өте тұңғыш қызымды дүниеге алып келдім. Қызымыз Ахмет екеумізді одан сайын жақындастыра түсті. Күйеуімнің тасы өрге домалап, басқа қалалардан да бір емес, бірінен кейін бірі үлкен супермаркеттерді жалға алып, табысымыз молая берді. Өзіміз тұрып жатқан үйді бұзып, орнына үлкен үй салдық. Қайыным үйленсе, біз бөлек кететін болып, қаладан 3 қабатты коттедж тұрғыза бастадық.
Күйеуім сырттың тірлігін жайпап жатқанда, оның бауырларына анасынай қамқор болып, қайнатамның жағдайын жасап, қара шаңырақтың түтінін түтетіп отырдым. Айзаданың тұрмыста да, жұмыста да жолы болмай арасында Түркияға кетіп біраз уақыт тұрып келді. Төркінде тұрып жатқанмен қаржылық жағынан қиындықтар көре бастады. Жұмыс істегеннен сол жұмысты күтіп жатқан уақыты көп. Анау-мынау жұмысты менсінбейді. Өзін керемет санайтын әдеті ешқашан қалған емес. Анам маған хабарласып ақша сұрайтын. Сол баяғы жағдай. Мен олардың ауырын жеңілдетуге міндетті сияқтымын. Күйеуіме бірде айтып, бірде айтпай төркінге көмектесіп тұрдым. Екінші қызым дүниеге келгенде қайынсіңлімді ұзаттық үлпілдетіп. Артынан үлкен қайнымды үйлендірдік. Бұл уақытта салып жатқан коттеджімізде бітіп қалып еді. Жөргегіне өз баламдай болып қалған кенже қайнымды алып, біз бөлек кеттік. Сонымен әпкем кедей деп менсінбей кеткен жігіті, яғни менің күйеуім қалталы азамат болып шыға келді. Байдың қатын атанып жүрмін мен. Бақыттымын әрине. Күйеуім өте еңбекқор, жұмыстан басқан ойламайды. Осындай жауапкершілігі мол, еңбекқор, бойын жаман әдеттерден аулақ ұстайтын өмірлік жарым үшін күнде шүкірлік етемін. Басы ащы болса да, аяғы тәтті болады. Тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Аумалы төкпелі заман-ай. Ахмет екеуміздің қалай жағдайымыз дұрыстала бастады, әке-шешемнің де маған деген көзқарасы өзгере бастады. Бірде төркінге әкемнің туған күніне бардық. Қонақ көп екен үйде. Ахмет екеумізді төрге шығарып, бәрі біздің аузымызды бағып қолпаштап отыр. Айзада бөлмеде ыдыс-аяқ жуып жүрді. Анам екі ортада шапқылауда оны мұнысын тасып. Көмектеспек болып ас бөлмеге бардым. Сөйтсем, ана мен әпкем ұрсып тұр екен. Майын кетіріп тұрста жумайсың ба? Осында үйретуім керек пе саған? Қашан адам боласың сен қыз? Жасың болса пәленшеге келді. Ят қой мынауың деп күңкілдеген шешеме, әпкем, айттым кафеде жасай салайық деп. Маған не дейсіз? Менің тірлігім ұнамаса, өзіңіз істеп алыңыз. Ойпырмай, бір тірлігім ұнатпайтын болыпсыз ғой деп тұр. Кішкентай Нұрсаданы, яғни өзімді көргенде болдым бұл жерде. Тек Айзада секілді сөйлей алмайтын тілі жоқ мылқау, тығылып жылайтын қадірсіз кішкентай Нұрсаданы. Кері қайтып төрдегі орныма отырдым. Мұның бәрін қойшы. Айта алмай жатқаным, төркінде өсіп келе жатқан Айзаданың ұлы менің екі қызымнан аумайды ғой аумайды. Екі қызым әкесінің аузынан түсіп қалғандай. Бұл жайында Айзада екеуміз ешқашан әңгіме қозғаған емеспіз. Жағдайды екеумізден басқа ешкім білмейді де. Бір жақсы әпкем қанша қателік жасаса да, Ахмет екеуміздің өмірімізден бойын аулақ ұстайтын осы кезге дейін. Бұрынғыны ешқашан тілге тиек еткен емес. Баласының әкесі Ахмет екені айдан-анық көрініп тұрса да, ол жайында ауыз ашпайды. Бәлкім, дарынан жақсы алимент алып отырғандықтан болар. Екеумізге ғана аян жағдайды ешқашан қозғамаған. Не болса да ішінде ғой мен секілді. Сыртқа білдірмегенімен, мен сияқты іштегі дертіне күйіп жүрген сеземін. Сол уайым санамды кеуле жатса, анамның бүгінгі айтқан сөздері жүректегі салмақты одан сайын ауырлатты. Айзада ұлын алып, біздің үйге келмекші екен. Өйткені төркінде жүріп, күйзеліске түсіп, жүйкесі жұқарып ұрысқақ болып кетіпті. Әкемізбен әбден ұрысып алыпты. Бөлек тұрып, қиналып кетіпті. Оның бейберекет тіршілігіне әкем кейіген болу керек. Кетемін де кетемін. Күнімді сендерге қаратпасын деп, ұлын алып, бөлек кетіп қалған. Бөлек кетіп тапқан пәтер ақысына жеткізе алмай, ұлына да дұрыстап қарамай ауыртып алыпты. Әпкем әр жұмыстың басын тиіп қашып жүріп табыс табады. Бірақ берекесі жоқ. Тапқанын дұрыс жарата алмайды. Табысын пәтер ақымен күн көрісіне бөліп қоймай, сол күн-ақ қымбат киімдер алып, құрбыларымен қыдырып, ақшасын жаратып тастайтын. Анамыздан айлығы түскенше қарыз алған болады. Бірақ қарызын ешқашан қайтарған емес. Шешем менен алады ақшаны. Солай күн көріп жүреді. Бірақ ендігісі ақылға құнсыз емес пе? Баяғыдай үнсіз қала алмаймын. Өз ойымды ашық айтатын жағдайға жеткен жайым бар. Сонда да шешеме қатты ауыз сөз айтқым келмейді. Көңіліне қараймын. Не деп тұрсыз? Ол біздің үйге келсе, менің өмірім шырқы бұзылады. Алыстан сыйласып жүре берейікші деген едім. Анам, жалғыз әпкеңе көмектеспейсің бе? Қиналып жүргенде демеп жүретін жөнің бар еді мен айтпай-ақ. Жаман жақсы, сол әпкемнің арқасына тидің ғой керемет күйеуге. Бай күйеуге тиіп, шалқы отырған кімнің арқасында екенін ұмытпа. Ендігіде үйінің бір бұрышына сені сол жағдайға жеткізген, бауырыңа бір орын табылмай қалды ма дейді. Шешемнің маған келгенде тілі ащы қашанда. Оның осы кезде айтқан әр сөзі жүрегімді өтпес пышақпен тілгілеп жатқандай болды. Мен жыладым, бірақ тілімді тістеп қала алмадым. Сіздердің абыройларыңыз үшін,
жансыз қуыршақтай, болашағы бұлыңғыр белгісіз бағытқа кете барып едім. Мен осының да жаны, жүрегі, сезімі бар ғой деп адам ретінде қарамай, Айзаданың қателігін бүркеу үшін құрбандыққа шалдыңыз. Маған оңай болған жоқ. Үйленген соң үйінен безіп кеткен күйеуімнің жолын тосып, өзімді қор сезініп, көз жасым тыйылмайтын еді. Сіздерге бір тамшы көз жасымды көрсеткен жоқпын. Гүлдей құлпырып, алаңсыз жүретін жастық шағымда анасын жоғалтқан күйеуімнің шиеттей бауырларын бауырыма бастым. Олардың ыстық суығына бірге төздім. Шаңырағымыздың сәнін кетірмей, әнін сөндірмеу үшін мен де тынбай еңбек еттім. Бай күйеу бірден топ етіп аспаннан түсе салған жоқ. Немесе сіз айтқандай Айзада сыйға тарта салмады деп тік-тік сөйлегенімді өзім де сезбедім. Телефонның ар жағында үнсіз тұрып қалған анам бір кезде: «Ақша адамды өзгертеді деген рас-ау. Сен маған қалай сөйлейсің қызым? Не болды соншама? Мен саған бауырыңа қамқор бол дегеннен басқа не айттым? Әпкеңе жаның ашымай ма?» деді. Мен телефонды сөндірдім. Көмекшім әкелген кофені ұрттап қойып, терезе алдына барып, сыртқа көз тастадым. Жапалақтап жауған ақ-ұлпа ауладағы шыршаларды орап үлгеріпті. Өткеніме ойша барып, осылайша барын сіздерге жайып салдым. Әпкеңе жаның ашымай ма дейді анам. Бауырыма қолдау көрсеткім келеді. Әпкеме қанша ақша берсем де, берекесін бір-ақ күнде кетіріп, таз қалпына түседі. Ал онымен бірге тұрмақ, үйімнің табалдырығын аттатқызғым келмейді. Бауырым Айзада күйеуімнің бұрынғы ғашығы. Айзаданың ұлы, қыздарымның бауыры. Не істесем екен? Қызғаныш па, әлде бала кезде олардың тарапынан алған психологиялық соққы енді әсерін беріп жатыр ма? Білмеймін. Төркініммен байланысымды бір жола үзгім келеді. Сіздер не дейсіздер? Кеңестеріңіз қажет.